Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай, өте дәмді сушидің рецептісімен бөлісетін боламын. Өздеріңізге де, балаларыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап, осы рецептпен жасап көріңіздер. Және видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алыңыздар. Сіздермен осындай ерекше рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Бізге қажетті заттар: қияр, сүйемга. Егер сіздер сүйемганы, балық етін ұнатпайтын болсаңыз, басқа етті қоссаңыз болады. Және осындай творожный сыр менде. Және суши жасау үшін бізге осындай морской капусталар қажет болады. Ең алдымен видеода көрсетілгендей қиярымызды ұзыннан соломка тәріздес турап аламыз. Сүйемкамызды да осылай турап аламыз. Немесе басқа тауық етін, немесе колбасаны қоссаңыздар да болады. Кез келген етті қосып жасауға болады. Енді күрішімізді дайындап аламыз. Ыдысқа күрішімізді салып, жақсылап, суы тұнық болғанға дейін жақсылап жуып аламыз. Бірнеше рет осылай қайталап жуып алыңыздар. Енді күрішімізге тұзымызды салып, үстіне кішкене сұйық майымызды құямыз. Мен мультиваркаға жарты сағатқа пісіріп алдым. Сіздерде жоқ болса, кастрөлге салып пісіруге болады. Алдымен кішкене сары майға күрішті қуырып, одан соң үстіне су құйып пісірсеңіздер, күріштеріңіз езілмей, әдемі болып шығады, шашылып. Біздің күрішіміз уже дайын болды. Не қарасаңыздар, күріштеріміз езілмей, өте әдемі болып пісті. Енді сушиімізді жасауға кірісеміз. Алдымен осындай морской капустамызды жайып, үстіне піскен күрішімізді барлық жеріне жайып шығасыздар. Және үстіне дайындап алған қиярымыз бен сүйемгамызды қоямыз. Өз қалауларыңыз бойынша ішіне салатын ингредиенттерді өзгертуге болады. Жұмыртқаны да қайнатып немесе пісіріп, ұзыннан осылай соломка тәріздес етіп қоюға болады. Балаларыңыз сүйемганы ұнатпайтын болса. Үстіне осылай творожный сырымызды жағып шығамызда, ақырын ораймыз, жыртылып кетуі мүмкін. Сол үшін өте баяу, өте аккуратно жасаңыздар. Егер пищевой пленка болса, соның үстіне төсеп, сонымен бірге орасаңыздар ыңғайлы болады, егер бірінші рет жасап жатқан болсаңыз. Және мұнда мен күрішті соңына дейін жайып шығыппын, кішкене орын қалдыру керек. Және сумен тигізіп осылай шетін жапсырып жіберіңіздер. Міне біздің сушиларымыз уже дайын болды. Осылай екеуінде, қалған екеуін орап шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін қалған екеуінде тағы көрсетіп шығамын. Күріштерімізді осылай жайып шығыңыздар. Күрішті тым көп салып жібермеңіздер, онда дәмді болып шықпайды. Бір қабат салсаңыздар жеткілікті. Және күрішті осылай жайған кезде бір шетін қалдырып ашып қойыңыздар, капустаның бір шетіне төсемей. Сонда қазір жапсырған кезде бізге оңайырақ болады. Өте аккуратно жасаңыздар. Әйтпесе жыртылып кетеді, ол өте жұқа болады. Сол үшін өте мұқият жасау керек. Видеода көрсетілгендей осылай барлық сушиларымызды осылай орап шығыңыздар. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Сіздермен осындай ерекше рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Енді сушиіміздің екі жағын кесіп алып тастаймыз. Қалғандарын осылай 1-2 сантиметр жуандықта кесіп шығамыз. Өте дәмді болып шығады. Үй жағдайында да осылай жасауға болады. Балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Үстіне осындай кішкене соевый соуспен әсемдеп жіберуге болады.
егер ұнатпасаңыз қоспай ақ қоюға да болады. Міне достар, біздің сушиларымыз уже дайын болды. Видео ұнаған болса лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер және осы рецептпен жасап қалай шыққанын комментарийде бөлісіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.